Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өте дәмді эклердің рецептісімен бөлісемін. Бұл өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны толық қараңыздар. Және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Эклерді дайындайтын ыдысымызды дайындап аламыз. Газдың астын жағамыз. Одан кейін салқын суымызды құямыз ыдысымызға. Салқын суымызды құйған соң сары майымызды қосамыз. Немесе сіздер сары майды маргаринмен де алмастырсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызша. Сары майды сумен бірге жақсылап ерітетін боламыз. Яғни дәл осылай ери бастайды. Сары май мен су бір-біріне араласып ериді. Жақсылап араластырамыз. Сол кезде ери бастайды. Одан кейін ол еріп болған соң, оған шым-шым тұзымыздан қосамыз, тағы да бір араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып болдық. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген ұн болу қажет. Одан кейін ұнды қосқан соң бірден газдың астын өшіреміз. Және де жақсылап араластырамыз. Яғни өте тез араластыруымыз қажет. Сол кезде біздің қайнатпалы қамырымызда ешқандай түйіншектер болмайды. Жақсылап өте тез араластырамыз. Газдың астын өшіріп қоямыз. Одан кейін міндетті түрде тез араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен сіздерге анығырақ көрсетейін дедім. Осылай араластырып бастаған кезде осындай түйіншектер пайда болады. Одан кейін біраз араластырып жатқан соң ол түйіншектер жойылып, яғни бір келкі қамыр болып шығады. Басында бұндай түйіншектер болса, ол ештеңе етпейді. Жақсылап араластырамыз. Сосын кейін бізде осындай қайнатпалы қамырымыз пайда болып шығады. Не осындай болып шығады. Бұл қамырымыз міндетті түрде жылуы қажет. Одан кейін қалған ингредиенттерін қоса береміз. Енді бұл қамырымыз су үшін біз бөлек ыдысымызға саламыз. Қамырымызды бөлек ыдысқа салдық. Енді ол жылаған соң шамамен бір 5-10 минуттай күтеміз. Қолымызбен тексереміз қамырдың жылығанын. Одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Қамыр жылған соң бір дана жұмыртқамыздан салып, жақсылап ағаш лопатка немесе силиконды лопатка немесе қасықпен де араластырсаңыздар болады. Жақсылап жұмыртқамен біздің қамырымызды біріктіреміз. Немесе бұл ыстық болса, біздің жұмыртқамыздың ақуызы пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті бір данадан салып, жақсылап араластыра береміз. Одан кейін ол бірікпей жатса, қолмен де араластырсаңыздар болады. Немесе осындай венчикпен де араластырасыздар. Бізде осындай бір келкі, осындай қою масса болып пайда болып шығады. Енді біздің қайнатпалы массамыз дайын. Енді біз бір бөлек ыдысқа, яғни бір стакан аламыз. Стаканға мешоктың басына осындай насадканы мен қолданамын. Яғни эклерге. Біздің мешогымызды осылай стаканымызға жақсылап орналастырып ашып аламыз. Жақсылап осында бір келік қылып ашамыз. Одан кейін силиконды лопаткамен көмегімен біздің мешогымызға бір ас қасықтан дәл осылай салып, біздің мешогымызды толтыратын боламыз. Негізінен сіздер бұған өздеріңіздің қалаған насадканы қолдансаңыздар болады. Жақсылап өздеріңіздің немесе ешқандай насадкасыз жай ғана домалақ қылып жасасаңыздар да болады. Біз мешогымызға толық салып болдық. Міне осындай болып шықты. Енді бөлек табамызға пергамент қағазын төсейміз.
пергамент қағазымызға бағанағы мешокқа салған біздің қамырымызды осылай ирелек сияқты қылып әдемілеп мешоктан шығарып осылай жасайтын боламыз. Міне мен сіздерге анағарақ көрсетейін дедім. Басында осылай келеміз, одан кейін осылай шығарамыз. Негізінен сіздер әртүрлі формада жасасаңыздар болады, яғни домалақ қылып жасасаңыздар да болады, сопақ қылып жасасаңыздар болады. Енді біздің барлығын орналастырып болған соң 180 градуста қызған пеште 5 минут пісіреміз, одан кейін 160-қа түсіріп 15 минут пісіретін боламыз. Барлығы 20 минут болады. Біздің эклерлеріміз дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұның арасына қайнатпалы кремді де салсаңыздар болады. Омен де өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны толық қарасаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Жібек.